Ey, ауылға да келіп қаппын ғой. Егер ұйықтап алмасам, шама шаршадым мен. Таксисттер қалдырып кетті мені. Ой, ауылға да жетіп қойып, аяғым ауырып кетті ғой. Давайте арнада тезеп көп подписчик етсек. Жай төсегім сағынып кеттім ғой. Сендер арнада келіп лайк басып отырсыңдар ма? Рахмет, алдыңғы видеома 1000 просмотр жинап тастап, смело. Ұйықтамайш. Тоқташ. Ауылға бай жетелген ба. Шаршап жатыр. Ауылда ештеңе болмай жатыр ма? Соны көріп қайтайықшы. Ана не ана кузницаның үсті алып қалған ба? Тоқташ. Ё-моё. Не болған сонда? Так, қазір көріп қайтайық. Опа. Ё-моё, не болып қалды? Кеше ана Сұлтанқұлынан кейін барып ауылға қалаға барғанмын ғой. Ей! Тоқта, мынау қан ба? Тоқтай, бүгін артына айналып бар. Так, тоқташ. Тоқта. Не мынау кузницаға не болған? Ё-моё. Фуй, блядь. Ё-моё. Фуй. Фуй, блядь. Не болған ана кузницаға? Джунгли болып кеткен ана кузница. Ой, бля. Қарама, түнде қорқам. Бля, достар. Ауылда ешкім жоқ. Өзім тұрамын үстіне. Не жақта тұр екен? Тоқта, мен енді ұстап отырмын. Алмай шықса біреуді ұрып қалатындай. Не болған маған ауылға? Ё-моё, қандай кеттім жоқ. Мерге барып кетейінші. Хей, сәлем мер. Ой. Мердің. Так, достар. Мердің қылшына қойықшы. Қайтарып әкеп қой. Так, ауылға не болған сонда, достар? Так. Өйлі қандар. Ауылға. Ё-моё. Хей, барлықтарыңа сәлем достар. Мен Расылан достар, қалайсыңдар? Общем, достар, бәріңіздер көрдіңіздер. В общем, мен қазір неден қаладан келдім. Сол кезде ауылға бір зат болған. В общем, кузницаның быты шығып жатыр. Мен бұл хабарды өзім шешем ба, әлде біреуге айтайын ба сол туралы. Достар, давайте осыны кім істеді деп ойлайсыңдар? Маған кім қашау еді деп ойлайсыңдар? Айтпақшы, давайте арнадырге лайк басып кетіңдер. Егер арнадырге лайк басып комментарий жазсаңдар, осы тез шешіп қалатын шығармын. Давайте, егер келесі видеоны күтсеңіздер, 20 лайктан кейін шығады. Ал, ё-моё, қазір шешу керек енді. Так, достар, мен бұны шешем ғой, шешпей қайқа барам. Так, ё-моё, маған қастандық ойлап жүрген кім? Ё-моё. Фуй, бля, сасып жатыр ғана қандар, ей. Қандар кім? Тоқта. Не мына қан? Тоқта. Көршім ма не сонда? Жетелдің бас. Фуй, блядь. Фуй, блядь. Фуй, сасып жатыр ғой, ой. Арт қарай қарат қойшы, ато адам ештеңе қарап. Жоқ болды. Фуй, блядь, қанды басып кеттім, десім жина. Так, достар, мынау. Тоқта, қазынан, мынау көрейін. Деп келген. Көршіне. Ей! Қаңға не ақ? Көрші. Не істегесің? Аттарына түспегесің. Көрші. Маньяк. Сен мен жала жауып тұрма маған. Мана, көрші деген жаман. Көрші арамысың ба не? Айт, давай, кім істетін азаттарды? Саған айтатындай не?
құқығы бар ма не? Ема достар, тоқта. Көресің қазір. Так, так достар. Мен тығылып нәрсе тығылып табу керек мынаны. Так, көріп қойған жоқ па мені? Ой, көріп қояды қазір. Ё-моё, не болды аға не? Ақшасын төлегенім ақшасы болмай қалды, кеп қалды анау. Желдер көріп қалды, бірақ олар өлтіріп тастады, амал жоқ қой енді. Мынау жетел өлтірді. Мына жетелдер өлтіріп тастаған ғой. Тоқтаңдар қазір. Міне телефонда жоқ. Қазір так милиция шақырып жіберіп бензинмен көршіні. Опа. Оп. Оп, қазір. Милиция беріп жібер мына көршіні. Мына көрші мені алдап кетейін деп жатыр ма? Ема. Қазір мен милицияға беріп жіберемін. Үйде телефон айшуақтың өмірсінде не бар ғой? Қазір беріп жіберемін. Күтіңдер. Сендер арнаға лайк басып отырыңдар, айтпақшыдай. Осындай қызықты контенттер үшін. Қазір. Так, милиция. Опа. Ноутбугын жерге қоямыз. Болды. Милиция жазып жібердім, қазір келу керек. Достар, общем, көршіні бер жеріміз, көршіден құтылдық достар. Мына қандарды жуып алу керек. Мына жаңбырмен кететін жер. Тондырып тастаған өткен күнім. Өзі ауылда жетелер аз еді, жетелерден айырылдық. Қап, көршіні өлтіріп тастау керек еді. Ертең видеода, егер достар келесі видеоға 20 лайк жиналатын болса, мен көршіні іздеп түрмеге баратын боламын. Ал ендеше давайте сен арнаға тіркел.